Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің бүгінгі бұл бейне жолдауым Мұхамеджан Тазабеков мырзаға арналады. Негізі өз басым Мұхамеджан Тазабековтың сенімін сыйлаймын, қазақылығын сыйлаймын. Бірақ бұл азамат үлкен адасу үстінде. Ақиқаттың шетін көріп, пілдің құйрығын ғана ұстағандай болып, жалпы ақиқатты толық түсінбей жүрген адамдар. Бұл негізі вахабизм десін, салафизм десін, тағы толып жатқан секталар болатын ба, 73 секта ма, сол ақиқатты 73-ке бөліп алған ғой бұлар. Ал енді тура осындай жағдай бүкіл адамзаттың мойнында бар. Оның үстінде жаңағы еврейлердің, христиандардың болсын, әрқайсысы өзіне түскенін бөліп болып, соған мәз. Ол Құранда да солай айтылады. Мен мынау Мұхамеджан бауырымның видеосын көріп, тал бесіктен, тәрбие тал бесіктен дейді. Сосынғы жерге несі қалайды видеосының аты? Тәлім тренд 2-ші бөлім дейді. Мен түсінем, бұл жерде елдің бәрін жаңағындай алдар қатып, қазаққа жағынып сөйлегендегі түрінің өзі осы, ал ендігі жерде шындап сөйлейтін сөзінің бәрін өзі айтып кеткен ол уже. Мысалы үшін, біріншіден, бұл жаңағы видеода өзінің салафилік ілімін жасырып, елдің арасында ақталу. Сосынғы жерде елдің көкейіндегісін айтады, әрине, көкейіндегісі ол жалпы қазе понятын дейді орыстар. Қазақтар айтады енді ол кімге болса да, қандай болсын, ақымаққа да түсінікті. Қазақтың жаңағындай өзінің тұғырынан тайып тұрғандығы, тоқырауға түсіп тұрғандығы, құндылықтарының барлығы құлдырап бара жатқандығын қазақтың әрқайсысы түсінеді. Сол жердің бәрін дөп басып, ана ауырған адам ой жаным ай деп бүкіл зал солай отыр. Ал негізі осы қазақты сондай адасуға, сондай жаңағы құндылықтарын құлдыратуға бірінші себеп болған ең басыншы осы қазақ мемлекеті алғаш құрылған күннен 91 жылдан бастап осы тікелей жаңағы лже салафизм ағымындағы осы Тазабековтердің ісінің жемісі. Өзі жаңа ғана жол жаңағы құлдықтан айырылып егемендікті алған елдің не діннен безіп қалған, не ата салтынан безіп қалған, ненің барлығын ата салтынан шошытып, дінде жаңағындай асыра сілтеушілік ағымдарға түсіп алып, бүкіл ел аңырып та қалды. Екі жаққа да жете алмай қалды. Не қазақылығын ұстай алмай қалды, не болмайтын болса жаңағындай діндарлығын ұстай алмай қалды. Ал негізі біле білсеңіздер, Алайда жұмаққа екі нәрседе барасыңдар дейді. Біреуі сенім, екінші жақсы амал. Сенімді жақсы ақиқат дінде табасың. Жақсы амалды жақсы қазақи өзің ұлттық дәстүріңде табасың. Соны қазақ болғаннан кейін бері жақсылық істейсің. Енді осы екеуінде бұл жаңағындай екі жаққа бөліп ап, халық жаңағындай екі айыр жолдың үстінде қалып та қойды. Қайталап айтам, бұл жөнінде міне осы Мұхамеджанның істеген еңбегі зор. Шайтанның алдында. Мен бірінші күннен бастап, өйткені жалпы қазақ сиқылды, мен де Алладың әмірі түскеннен кейін тексере бастамаймын ба бұлардың барлығын. Бұл не нәрсе деген сиқылды. Мысалы үшін ата жол деген жаңағы әруақтардың басына баратын адамдардың ісіне бұл тікелей қарсы осы Тазабек қазаққа жау емес, Тазабек әруаққа жау. Әруақ десе төбе шашы түк тұрады, өн бойындағы жүннің бәрі түк тұрады десем, артық айтпаймын. Ашынып сөйлеймін, кешіресіздер, өйткені жаныма батады. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген әруаққа қарсы шығу, ол Аллаға қарсы шығумен бір нәрсе.
Жарайды енді. Сондықтан дағы мен мына жерде бір не жазып едім, елге ескерту деп. Бұл жерде жаңағы осы мына видеода маска киіп алған. Маска киіп алғандағы қазаққа жағымды болғысы келіп. Өйткені көп талқыға түскеннен кейін. Ендігі жерде қараңыздар, маскараның бәрі маскасының астында болып тұр бұл жерде. Аруағыңды арық қылған, киеңді кәріп қылған, тәңіріңді тәрік қылған, міне осындай ағымдағы жүрген жігіттер. Онымен қоймай, жаңағындай, дәстүріңді дүдамал қып, салтыңды сабалақ қып, өнеріңді өрескел қылып, Құдай берген қасиеті домбыраның өзінен бас тартқан азамат, ақындықтан бас тартқан азамат, ол соның барлығын өзінен өзі жиіркеніп жүрген. Енді сол өзіне деген жиіркенішті бүкіл қазаққа да солай жалпы алғанда, мысалы қазақтың баласы өзінің қазақтығынан жиіркену керек. Мұхамеджан, мен бұл видеоны саған тікелей арнаймын. Өйткені ақталғың келсе, Алланың алдында ақталып көр. Мен бұл жерде саған елшімін, анаумын деп айтпай-ақ қояйын. Тағы да шошып кетесің. Сондықтан жалпы бір қазақтың қариясы. Мен сұхбатқа шық тікелей. Соңғы жерде мен саған сұрақ қояйын. Сен жауабын бер. Сен маған сұрақ қой, мен саған жауабын берейін. Елдің алдында бетпе-бет. Әгі монтаждап, әгі неше түрлі қитұрқыға барып, керегі жоқ. Бетпе-бет болсақ, бетпе-бет. Кім осы бізді тыңдап отырған қандай да ақпарат жүйесі келісер біреуі. Тек асыларына болмаса болды, өйткені ол жерде бәрі монтаждайды білем мен. Қалған любой эфирдің алдына шығамыз. Тіпті жарайды ол. Асыларына келсіңдер ғой, асыл болса асылдығын көрейік. Алланың алдында мүмкін өтірікке бармассыңдар. Негізі Аллаға деген сенімің мықты сенің негізі. Бірақ Алланың сипатына, Алланың 1001 аты бар, 99 сипаты бар. Оның бәріне сен адал емессің. Сондықтан дағы Мұхамеджан бауырым, менің саған қоятын 1001 сұрағым бар. Сол 1001 сұрағымның сен 10%-іне пайызына жауап берсең, соның өзінде бір талайға бардым деп есептейсің. Бірақ жауап бере алмайсың. Өйткені оған жалпы адамзат жауап бере алмайды. Неге? Өйткені адамзат тура осы сенің қалпында барлық азамат. Адамзаттың бәрі осындай. Ислам дінінде де, христиан дінінде де, иудей дінінде де, бәрінде өзінше адасушылық. Бөліп-бөліп бөлшектеп алып, біріңнен бірін жасырып, біріңді бірің алдап, әбден біріңді бірің құртқасыңдар. Бірақ қиямет тақады есінде болсын. Сондықтан дағы ақырғы күндегі сұраққа біз тақап қалдық. Сондықтан сіз бі, біз бі ортақ жауапты тауып, мына елге көмектесейік. Мұхамеджан, егерде ананың ақ сүтін ішіп, осы қазақ болып жаралғаның рас болатын болса, Алланың алдында ақиқатқа шында да құмартсаң, сен менімен жекпе-жекке шық. Жекпе-жек деп айтпайық. Ислам сөзінде бұл ұят болар. Пікірлеске, таластың да керек жоқ. Пікірлесейік. Сен бүкіл жаңағылар салапи нелердің діннің жетекшісі бол, мен 70-тегі үйде отырған шал болайын. Сосын екеуміз сахнаға тікелей шығайық, бет жүзімізді жасырмайық. Сол жерде бәрі шешіледі. Ендігі жерде мен саған жалпы ақиқаттан, жалпы түсініктен сұрақ қойсам, ол саған мүлдем беймәлім мәселе. Мен саған исламның шеңберіндегі әлемнен ғана сұрақ қояйын. Қазіргі ислам жасыратыным жоқ, бұл Мұхаммедтің кезіндегі ислам емес. Бұл бұлай рамкаға кіріп алған казарменный ислам. Міне соның ішінде бір 3 сұрақ қояйын саған. Әл қиса деп соған жауап беріп көрім. Мынау бірінші сұрағымыз бұлай болсын. Осы біз де айтамыз, Алланы мадақтау керек деп. Не үшін? Әлде Алла мақтаншақ соған мұқтаж ба? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрағым, исламда шақада бар, білесіз, калима. Ла илаха илалла Мұхаммеден абдух расуллах дейсіздер. Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның құлы және елшісі дейсіңдер. Бірақ та сендер осы неге осылай айтасыңдар? Неге былай айтпайсыңдар? Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның пайғамбар деп неге айтпайсыңдар?
Ең басын осыдан бастайық. Өзі мұсылман болудың басы осы ғой. Шахадада жаңағындай неге айтасыңдар, оның себебі қандай? Үшінші сұрақ. Біле білсең, Құранда аят бар. Мұхаммед ешқандай еркектің әкесі емес дейді. Ол Алланың пайғамбары, соңғы пайғамбары және елшісі дейді. Дұрыс па? Осы жерде басқасын айтпай қояйын. Мұхаммед ешқандай еркектің әкесі емес дегенді қалай түсінесің? Бұл есіңде болсын. Құранда әрбір аят, әрбір нүктеге шейін тегін айтылған жоқ. Мұхаммед ешқандай еркектің әкесі емес дегенді қалай түсіндіресің? Бұл өте маңызды нәрсе. Сосын енді тұздық болсын, ең бірінші атамызды танып алайық. Адам ата еркек пе жоқ әйел ме? Еркек дейсің ғой. Онда әйел қайдан шықты? Міне осы сұрақтарға жауап берсең, сен жігіт болдың. Мен айттым ғой жаңағы, 1001 сұрақ, оның барлығын сол бетпе-беттің үстінде қоямыз. Егер де, бауырым, сен осыған жауап берсең, және менің жаңағындай тікелей эфирге шығуымды құптасаң, шынайы шын мұсылман, арлы қазақ болсаң, бір жауабыңды берерсің, мүмкін даже келісерсің. Ал егер де үнсіз қалсаң, не болмайтын болса жаңағындай басқа бір амалдарға барсаң, сен нағыз сайтан боласың. Өйткені сайтан ғана жасырын істейді барлығын. Шын ниетіңменен, ақ ниетіңмен ақталғың келсе, 70-тегі шалдың алдында ақталып көр. Іске сат, достым. Ал ел бізге куә болсын. Мәселе біріміз елдің алдында шығу емес. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапса дейді. Мен қалың қазаққа, сенің үйірің ғой, өзің оралғаныңды қалаймын. Сен үлкен азаматсың, білімді, парасатты жансың. Сондықтан да сенің үйіріңе қайтып келуің, ол жаңағындай артынан қаншама адамдар райынан қайтады. Қазақ елі өзінің үлкен бір құндылықтарын қайта қаузай бастайды. Енді әр жағын көп армандамай ақ қояйық. Мұхаммеджан достым, іншексің ғой, бауырымсың. Осы менің үндеуімді жақсылап талқыла, арыңа сал, намысыңа сал, парасатыңа сал, ақылыңа сал. Бірақ бір жауабын бер, халық күтеді. Барлығыңызға да рахмет. Бір енді керемет нәрсе болады. Ан жерде бүкіл студенттер жинап ап, андай өзіңді жақтайтын адамдар жинап ап ақталуды қайтесің? Жалпы эфирге шығайық та тікелей. Сосын жерде сонда ғана сенің ақиқаттығың, сонда ғана сенің азаматтығың шоқтығы биік болады, бауырым. Жақсы достар. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаху акбар.